Баршаға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханның сәнін келтіретін осындай өте дәмді тайский салатының рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ендеше кеттік, бастаймыз. Бізге ет, пияз, қияр, екі түрлі болгар бұрышы, сәбіз және де сарымсақ қажет болады. Ең алдымен етімізді өте жұқа етіп ұзыннан турап алатын боламыз. Еттің барлығын турап алдық. Енді кезекте етімізді осылай бөлек ыдысқа салып, еті жұмсақ болып пісу үшін үстінен шамамен 5-6 қасық көлемінде соя құйып, жақсылап араластырып, соясы етке сіңгенге дейін бөлек алып қоямыз. Осы аралықта біз көкөністерімізді турап аламыз. Ең алдымен қиярды осылай ортасынан бөліп, жіңішке ұзыннан етіп турап аламыз. Толық мөлшер астындағы описание бөлімінде жазылған. Енді кезекте болгар бұрыштарын осылай ұзыннан жіңішке етіп турап алатын боламыз. Болгар бұрышының екі түрлі түсін қолданған дұрыс, сонда біздің салатымыздың түсі ерекше әдемі болып шығады. Енді кезек сәбізімізде. Сәбізімізді дәл осылай үкіштің көмегімен ұзын етіп өткізіп алатын боламыз. Пиязымызды ортасынан бөліп, жарты ай тәріздес етіп, жұқалап кесіп алатын боламыз. Біз пиязды еттің жанына қуыру үшін қолданамыз. Міне бізде ең соңғы сарымсаққа да келіп қалдық. Сарымсағымызды өте майда етіп, ұсақтап турап алатын боламыз. Енді қызып тұрған майымызға еттерімізді салып, орташа отта 4-5 минут көлемінде қуырып аламыз. Арада 5 минут өткен соң біз осы етіміздің үстінен пиязды салып, пиязымыздың түсі кішкене сары түске енгенге дейін баяу отта 10-15 минут бойы қуыратын боламыз. Осы аралықта біздің етіміз де пісіп шығатын болады. Міне біздің еттеріміз пісіп, пияздарымыздың суы бөлініп, қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Енді осы уақытта біз қалған көкөністеріміздің барлығын саламыз және де жақсылап бір рет араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Шамамен 1 минуттай араластырып, отымызды өшіреміз. Осымен біздің салатымыз дайын. Дайын салатымызды табада көп ұстамастан басқа бөлек ыдысқа салып аламыз. Үстінен қалауыңызша кішкене қызыл бұрыш және де тұз салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар. Сіздермен болған Гүлмира. Назарларыңызға үлкен рахмет.